Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Сіздер бүгінгі видеода Жапония мемлекеті туралы білетін боласыздар. Видео басталмай тұр, видеоға лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға белгілі деп ойлаймын, Екінші дүниежүзілік соғыста фашист Германияның одақтасы осы Жапония мемлекеті болған болатын. Алайда Екінші дүниежүзілік соғыста екі бірдей қаласы Хиросима және Нагасаки қалалары қирағанына қарамастан, қазіргі таңда Америка құрама штаттарымен теке тіресетін бұл мемлекеттің даму құпиясы қандай? Ендеше Жапония мемлекеті жапон тілінен аударғанда күншығыс елі, яғни жапонша Нихон Коку, Ниппон Коку деген мағынаны білдіреді. Оның орналасқан аймағы Шығыс Азия жағалауларында, жақын маңдағы Тынық мұхит аралдарында орналасқан мемлекет. Бұл мемлекеттің тарихын алып қарайтын болсақ, тарихы 11 ақпан біздің заманымызға дейінгі 660 жылы басталған. Яғни Жапония мемлекеті осы уақытта пайда болғаннан бастап ешқандай мемлекетке отар болмаған, осы заманнан бері өсіп дамып келе жатқан мемлекеттер қатарында. Қазіргі таңда Жапонияға 6852 аралдар тиесілі. Оның ең үлкен аралдары төртеу, олар Хоккайдо, Хонсю, Сикоку және Кюсю. Жапония мемлекетін біздің елімізбен салыстыру өте ұятты жағдайлардың бірі, себебі бұның тарихы біздің заманымызға дейін 660 жылдары басталған. Жапония мемлекеті жер аумағы жөнінен 372,2 мың километр квадратқа тең. Қазіргі таңда әлемде жер көлемі жөнінен 61-ші орынды алады. Және барлықтарыңыздың сүйікті рубрикаларыңыз деп ойлаймын. Жапония мемлекеті Қазақстандағы ең үлкен облыс Қарағанды облысынан кіші. Қарағанды облысының жалпы жер көлемі 427,982 километр квадратқа тең. Жапония мемлекетінің жер көлемі кіші болғанына қарамастан 1997 жылғы соңғы санағы бойынша қазіргі таңда Жапония мемлекетінде 333,1 миллион адам тұрады. Халқы жөнінен әлемде Жапония 24-ші орында тұр. Жапон халқының тағы да бір ерекшеліктерінің бірі, ол әрине жапон халқы бір ұлтты мемлекет болып табылады. Мұнда 99,4% жапон, ал қалған кішкентай бөлігі олар қытайлар, кәрістер және америкалықтар болып есептеледі. Жапонияның президенті кім? Әрине бұл сұрақ сіздерге қызық деп ойлаймын, себебі президенті бұл мемлекеттің жоқ, себебі бұл мемлекеттік басқару жүйесі президенттік, парламенттік емес. Бұл мемлекет конституциялы, монархиялы мемлекет болып табылады. Яғни Жапония конституциясы монархияны сақтаған ел. Конституция бойынша мемлекеттік істерді толығымен премьер-министр басқаратын үкімет жауап береді. Ал оның монархы, яғни оның патшасы, оған ешқандай онда билік жоқ. Жапония мен Қазақстанның ұқсас бір жері бар. Ол әрине екі мемлекетте атом бомба зардабын шеккен. Жапония мемлекетіне келетін болсақ, Екінші дүниежүзілік соғыстың соңында Америка құрама штаттары Жапонияның екі бірдей қаласын, Хиросима және Нагасаки қалаларына атом бомба тастаған болатын. Ал Қазақстан Кеңес одағының ең алғашқы атом бомбалар осы қазақ жерінде Семей полигонында жарылған болатын. Алайда Семейде жарылған атом бомбалар Хиросима және Нагасаки қалаларына қарағанда өте көптеген зардап әкелген, себебі мұнда бір емес, өте көптеген жарылыстардың саны болған. Осыны ескеріп, Жапония мемлекеті қазіргі кезде Семей қаласындағы үлкен көпір бар, және осы көпірді Қазақстанға құрмет ретінде салып берген. Жапония мемлекеті қазіргі таңда әскери күшіне мүлдем ақша бөлмейді десе де болады. Олар тек қана өзінің полиция қызметкерлеріне ғана белгілі бір мөлшерде қаржы бөледі. Себебі Жапония мемлекеті Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қару-жарақтан бас тартқан мемлекет. Оны қазіргі таңда Америка құрама штаттары қорғап отыр. Жапония мемлекеті Екінші дүниежүзілік соғыста жеңілген мемлекеттер қатарына кіргенмен, қазіргі таңда олардың өмір сүру деңгейі өте жоғарғы түрде. Қазіргі таңда Жапония мемлекеті Америка құрама штаттарымен иық тіресетін жалғыз мемлекеттер қатарына кіреді. Және Жапониядан шыққан әрбір техника және көптеген брендтік танымал заттар қазіргі кезде әлемнің түкпір-түкпіріне экспортталады. Жапония мемлекеті өзінің брендтерімен қоса тағы да бір нәрсені өмірге алып келді. Ол жаңа бір нәрсе, аниме, яғни мультфильм секілді жаңа бір стиль. Осының отаны әрине Жапония мемлекеті. Барлығыңыз Наруто көрген шығарсыздар, соның отаны әрине Жапония мемлекеті. Жапония туралы тағы да бір қызықты мәліметтердің бірі, Жапония мемлекетінде 99% адамы өте білімді. Қалған 1% ғана олар кішкентай балалар мен өте қарт кісілер болып есептеледі. Және видеоның басында болған сұрақтардың бірі, Екінші дүниежүзілік соғыста Жапонияның дамып кету құпиясы қандай? Оны мен де зерттеп көрдім, алайда таппадым. Менің ойымша Жапония мемлекетінің Екінші дүниежүзілік соғыста жеңіліп
Сонда да қазіргі таңда Америка құрама штаттарымен иық тіресетін мемлекет болуына әсер еткен негізгі заттардың бірі ол әрине өзінің ұлтының жанашырлығы деп ойлаймын. Себебі бұнда 99,4% жапондық болғандықтан, яғни ондағы әр жапон өзінің елі үшін қызмет жасап, сол мемлекетті одан әрі дамытуға көмектесті деп ойлаймын. Қазіргі таңда Жапония, білесіздер, әлемде дамыған мемлекеттердің қатарына кіреді. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео өз соңына жетті және келесі видео Қытай немесе мемлекеттің басқару түрлері туралы болмақ. Қайсысы видеоны шығарайық, комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Біздің бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Қош, сау болыңыздар.